Қазіргіде әлемдік индекстер мен қор нарығы құлдырап жатқанда, инвесторлардың көпшілігі портфелін минусқа кетпеу үшін түрлі қорғаныс жолдарын іздеп жатыр. Бүгінгі видеода нарық құбылып тұрғанда облигациялар арқылы қалай табыс табуға болатыны туралы айтамыз. Достар, айтпақшы, осы видеоны мұқият қарап шықсаңыздар, ортасында пайдалы хабарландыруымыз бар. Лайк басып, коммент жазыңыз және каналға жазылыңыз, ал біз бастаймыз. Облигация дегеніміз эмитент пен, яғни бағалы қағаз шығарушы компания не мемлекет. Болашақта облигация иесіне төленуге тиісті ақша сомасын рәсімдейтін құнды қағаз. Яғни облигация дегеніміз қарызға ақша алудың бір жолы. Облигация арқылы қалай пайда табамыз? Облигацияның пайыздық мөлшерлемесі болады. Жыл сайын не басқа мерзімде эмитент облигация құнының белгілі бір пайыздық мөлшерін облигация иелеріне төлеуге тиісті. Бұл төлем түрі купон деп аталады. Мысалы, кейбір эмитенттер жылына 2 рет, ал кейбір 90 сайын. Тағы басқалары 1 рет қана купон төлеуі мүмкін. Сондай-ақ облигациялар акцияларға қарағанда тәуекелі төмен бағалы қағаздардың қатарында. Акциялар күн сайын өсіп, күн сайын құлдырауға бейім болса, облигация ондай емес. Облигацияларды кімдер шығара алады? Облигацияның бірнеше түрі болады. Негізгі екі бағыт: мемлекеттік және корпоративтік. Мемлекеттік облигацияларды Қаржы министрлігі және Ұлттық банк жүзеге асырады. Қаржы ведомствосы фискалды саясат аясында жүргізсе, Ұлттық банк монетарлы саясатты орындайды. Үкіметтің құзыретінде ақша басып шығару функциясы жоқ. Сондықтан ол облигация шығару арқылы қаржы тартады. Ол облигациялардың негізгі сатып алушысы Ұлттық банк. Ал Ұлттық банктың оның сатып алудағы мақсаты нарықты белсендіру, ақша массасын көбейту. Осылайша жұмыссыздық деңгейі мен ақша инфляция деңгейіне ықпал ету. Корпоративтік облигациялар. Компанияларға тиесілі құнды қағаздар. Компанияларда қаржы шоғырландырудың екі түрі болады: өзіндік капиталы және облигация, яғни қарыз алу. Құнды қағаздарды шығаратын эмитент облигация сатқанымен компаниясындағы толық бақылау құқығын өзінде сақтап қалады. Достар, маңызды хабарлама. Сәуір айында Жусайинвест арқылы алтын кен өндірумен айналысатын Форпост ЖСС компаниясының жылдық мөлшерлемесі 10,75% болатын облигацияларын сатып алуға болады. Облигациялар ақш долларында шығарылады. Алтын бағасын күн санап өсіп келе жатқанын ескерсек, бұл сіз үшін өте тиімді ұсыныстардың бірі болуы мүмкін. Нақты уақытын біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызбен төмендегі сілтемеден біле аласыз. Купондар арқылы қалай табыс табамыз? Пайыздық мөлшерлемесі бекітілген купон. Мұндай облигациялардың банктік депозит сияқты тұрақты пайыздық купоны бар, яғни төлем күні мен сомасы алдын ала белгілі болады. Ауыспалы купон. Мұндай облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме белгілі бір күнге дейін бекітіледі. Одан кейін мөлшерлеме ауысуы мүмкін. Бұл төлем опция көбінесе корпоративтік облигацияларда кездеседі. Өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар купон. Оның ауыспалы купоннан айырмашылығы өзгеріс кәсіпорынның шешіміне байланысты болмай, кейбір макроэкономикалық көрсеткіштерге тәуелді болуы мүмкін. Мысалы, негізгі мөлшерлеме немесе инфляция деңгейі купон мөлшерін өзгерту үшін индикатор бола алады. Дисконттық облигация. Мұндай облигацияларда купондар төленбейді. Олар номиналды бағадан төмен бағамен сатылады. Өтеу мерзімі неғұрлым жақын болса, нарықтық баға соғұрлым жоғары болады. Облигациялар мерзімі. Облигациялар қысқа, орта және ұзақ мерзімге шығарылады. Осы уақыт аралықтарының ұзақтығы әр мемлекетте әртүрлі. Облигация мен несие айырмашылығы неде? Компания банктен несие алса, компания банкке қарыздар болады. Компания облигация шығарса, компания облигацияны сатып алушыларға қарыздар болады. Достар, осымен бүгінгі видеомыз тәмам. Мәліметтер сіздер үшін пайдалы болды деп үміттенеміз. Лайк басып, каналға жазылыңыз және Форпост облигацияларына Жусайинвестпен бірге инвестиция жасаңыз. Толық ақпарат осы видеоның астында орналасқан. Келесі кездескенше сау болыңыз.